өткен сабақта пысықтап өтеміз, иә? Өткен сабақтағы біздің тақырыбымыз мектептерді өзін-өзі басқару. Ал өзін-өз басқару туралы кім қандай түсінік айта алады? Жарайды. Ал айта ғой. Жарайсың, рахмет. Ал сен жалғастыра ғой? Ал үшіншісі болса спорт комитеті болып үшке бөлінеді. Және де ең соңғысы мектеп ұжымы болады. Ой, жарайсыңдар. Отыра ғой. Ал енді балалар тыныштық сақтаймыз. Рандом әдісіменен біз кездейсоқ топқа бөлінеміз. Қамшат, Шұғыла, Еңлік, Иманғали, Нұрғана, Заңғар бірінші топ мына жерге келеді. Екінші топ Диас, Нұрбақыт, Көркем, Айша, Жанбек, Сымбат мына жерге келеміз. Үшінші топ Балым, Мирапек, Жансайын, Заңғар, Нұрислам, Зейнеп. Үшінші топ төртінші топ Жігер, Сезім, Нұрясен, Айзере, Бекарыс. Ал балалар топқа бөліп жайғасып алып. Әрқайсымыз орнымызды таптық, иә? Топтың ережесін білеміз бе балалар? Ал топтың ережесі тәртіпті сақтау, өзгелерді тыңдау және тыңдата білу, иә? Регламент сақтау, бірін-бірін қолдау, топта әр тұлғаның оймен санасу және бағалау. Ал енді бүгінгі жаңа тақырыбымыздың, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көшбасшы қандай болу керек? Біздің сабағымыздың мақсаты оқушылар арасындағы көшбасшыға һәм тұлғалық қасиеттерді анықтау. Қалай анықтайды екенбіз? Қазір біз назар аударамыз экранға. Видео сюжет тамашалаймыз олар. Бала қырсығын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағында үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Ағымдар болып Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол, қарағым, етік жамағанда жіпті түймесең, ол етік көп ұзамай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс бала-шағама нан табылады депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болу керек емес пе? Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай, адалдық адамға нан болмайды ғой деп жауап береді. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қызық екенін белгіседен ол біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағында жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей, шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол кімде өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах Тағала оның адал еңбегіне береке береді. Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болу тиіс деп жиі қайталайды екен.
ұжымда несі болу керек? Сыйлы, құрметті болу керек. Ал жарайсыңдар, енді осы тақырыпқа сәйкес біз қазір бірінші тапсырма сөз жұмбақ кетеді балалар. Алғанымызда ноутбукке көңіл аударамыз және біз learning apps әдісін пайдалана отырып көшбасшы сөз жұмбағымызды құрастырамыз. Яғни сіздерге мына жерде жұмбақта жасырылған сөздер бар. Сол сөздерді біз таба отырып, көлденеңнен, тігінен, қиғашынан кеткен сөздерді табуымыз керек. Яғни көшбасшы тақырыбына қатысты сөздер шығады. Енді ноутбукта қолданып көлденеңнен, тігінен емесе бұл жерде бізде сөз шығу керек. 6 сөз табу, 6 сөздің жауабын тауып мына жерге белгілейміз. Қай жерден таптың? Жарайды, сол мышканы пайдалана отырып үстін басамыз. Аха. Ал. Ой, әне, тәртіпті деген сөз шықты. Әр топқа тапсырма берілді, жеке жұмыс беріп отыр. Қайсы топтан кім бірінші орындай алады екен? Oldu, жарайды. Таптың ба? Мына сөзді басамызды, әріпті басып, соңына дейін апарамыз мышкам. Жарайсың солай. Мына. Мына, бір сөз шықты. Келесі сөз солай табамыз. Жарайсың. 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 Жекереме. Ал біздің келесі сөзіміз ол тиянақты деген сөз. Жарайсың, керемет жауап қойды. Келе ғой. Жақсы. Ал Камшат, жарайсың. Өте керемет. 6 сұрақтың да жауабын сөз жұмбағын таптыңдар. Жарайсың, отыра қой. Жарайсыңдар балалар. Енді және де осы компьютер ноутбукты пайдалана отырып learning apps әдісіне салып бәйге, яғни скачки ойынына көшеміз. Ноутбуктарын ашты ғой. Ашыңаш, мен жіберген сілтемені ашамыз. Мен жіберген сілтемені үстін басамыз. Ой, жарайсыңдар. Керемет. Керемет, ашылды ма? Жарайсыңдар. Бәйге. Ашамыз. Аштыңдар ма барлықтан? Жарайсыңдар. Ал енді осы сілтемені ашқаннан кейін жеке топтық жұмыс, жеке әрқайсысына бөліп тапсырма беріледі. Играть в одиночку деген басамыз. Берілген тапсырмаларды көшбасшы қандай болу керек? Яғни 4 жауапты соның дұрысын белгілейміз. Яғни мынау қанатты басамыз. Сол жерде дұрыс белгі, егер де жауаптарымыз дұрыс болатын болса, ары қарай бәйгеміз алға қарай табан басады. Уақыт кетті. Тұтандатамыз. Қай топ шапшаң қимылдайды? Көшбасшы деген кім? Жарайсың, жауабың дұрыс. Бәйгеге жеттің бе? Үш сұрақты бәріне жауап берме. Жарайсың, керемет. Бүгінгі сабақта түсінгенім осы әдіс-тәсіл арқылы білуге болады. Дұрыс емес белгілеп қойдың ба? Ештеңе болмайды. Кім? Көшбасшы деген кім? Белгіле. Осы жауабын оқы. Жарайсың. Қана, 4 топ назар аударамыз тақтаға. Сұрақ
Көшбасшы қандай болу керек? Көшбасшы қандай болу керек? Қандай болу керек? Белсенді. Ал кел, белгілей ғой. Бәріміз назар аударамыз. Сыныпта белсенді, жарайсың. Отыра ғой. Ал келесі сұрақты оқимыз. Өзін өзі басқаруға лайықты адам. Жауабы қайсы? Бірінші төрт жауапты да оқимыз. Bir шетке тұрамыз. Оқи ғой төртеуінде. Мұғалімді жұмысқа қабылдауға шешім шығара алатын жоқ, дауыстап шығарып оқы. Мұғалімді жұмысқа қабылдауға шешім шығара алатын адам. Келесі. Диванда жатып алып бұйрық беретін адам. Мектепте оқу тәрбиесін ұйымдастыруға атсалысатын оқушы, басқа ортада өзін ұйымдастырушылық қабілетімен көрсете алатын оқушы. Қайсысы жауабы дұрыс деп ойлайсың? Белгілей ғой. Көшбасшылық қасиеті бар адам. Ал дұрыс жауап берді ме балалар? Өте тамаша. Дұрыс жауап берді, яғни бәйгеміз 3 тапсырманы да дұрыс орындап финишке жетті. Жарайсыңдар. Мәреге жетті, дұрыс айтады. Ал балалар, жарайсыңдар. Бүгін 4 топта белсенділік танытып, өзінің бүгінгі көшбасшы тақырыбындағы түсініктеріменен барлық берілген тапсырмаларды дұрыс орындап шықтыңдар. Яғни қорыта келе осы тақырыбымызды біз оқушылар рефлексия бойынша бағалап жүгереміз бұл сабақта. Ал ноутбукты пайдаланып рефлексия жаза ойыңыздар. Бүгінгі сабақты қалай түсіндіңдер? Маған сабақ өте ұнады. Жарайсың, керемет. Тағы да. Әртүрлі стикерлерді пайдаланып түстерді өзгертуге болады балалар. Түстері сол жерде әртүрлі түстер берілген. Маған сабақ ұнады. Жарайсың. Тамаша. Жарайсыңдар ма? Керемет, жарайсыңдар ма? Маған сабақ ұнады. Керемет. Қызықты болды деді. Жарайсыңдар. Ал енді рефлексия арқылы өздерінің бүгінгі тақырыптары бойынша кері байланысқа шығып жауап бердіңдер. Ал балалар барлықтарының кеуделерін көтеріп ұстап тақтаға мән береміз. Бүгінгі рефлексияларыңызға рахмет. Мен де сіздермен бүгін сабақ өткеніне өте қуаныштымын. Бүгінгі рефлексияларыңыз өте керемет дәрежедегі жоғары. Маған класстарында лебіздерді білдірген екенсіңдер. Енді осыны аяқтай келіп бізге өте тапсырған. Ал балалар бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларға, белсенді қатысқан оқушыларға алғысымды білдіремін. Сендермен бүгін сабақ өте қызықты болды деп ойлаймын. Яғни күнделіктеріңді ашып, бүгінгі өткен тақырыпты келесі тапсырмаға үйге тапсырма ретінде жаза аламыз. Бірінші тапсырма мәтін мазмұнын әңгімелеу. Екінші тапсырма көшбасшы қандай болу керек тақырыбында эссе жазып келеміз. Ал бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ал балалар, сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.